Сәлем оқырман. Бүгін болса көптен күткен Диана мен Хамоның тойы болған болатын. Тойлар құтты болсын, жастар бақытты болсын. Диананың жақын құрбысы Ақбота эфирге келмеген болатын. Себебін өзімізде біліп отырған шығармыз. Шерхан болса Хамоның тойына қатысты. Және де бір сөздерін қалдырған болатын. Өзгенің қуанышына қуана білейік. Әркімнің мәселесі өзіне өзгеге араластырма. Көптеген жандар келіңізші көру керек еді сізді деген жандардың тілегі дей ме? Енді әркімнің өзінің проблемасы өзіне той бөлісуге келдік деген болатын Шерхан. Осы сөздердің астарынан түсінуге болатын шығар. Ақботаға болса тойға қатысты сұрақтар қойылыпты. Тойға неге бармадыңыз? Десе оқырмандар. Тойға шақырды, бірақ себептерге байланысты бармадым. Кешке ұзатуға барамын деді Ақбота. Шерхан барама сол кешке араларына кәдімгідей қарамысық өткендей. Бота күйеуін тіптен көргісі келмейтіні анық. Сіздер қалай ойлайсыздар? Алдыңғы жағдайды еске түсірсек тіпті баланың жынысын анықтауға әкесі келмеген еді. Оған Бота қарсы ма, әлде Шерханның өзі қаламады ма түсініксіз. Ал көрермендердің пікірлерін оқып көрейін. Алла сендерді біріне лайықты деп қосты ма? Сол Алланың сыйына қарсы келмей, қол ұстасып өмір сүріңдер. Мен өзім 35 жыл күйеуімен отасып семья болып отырмыз. Аллаға мында шүкір деймін. Сендер де бақытты болуға лайықты жандарсыңдар. Көздерінен көрініп тұр ғой, махаббат бар екені. Қосылыңдар жандарым, мен сендерді жақсы көремін. Алла кешірімді болғанда біз пендеміз, қате әрбіреуде кетеді. Кешіріп бақытқа болыңдар. Шерхан түсінігі мол жігіт, ол да сен де түсінетін біраз уақыт болды, қосылыңдар. Қандай сұлусың Боташ жаным. Шерхан екеуін бақытты болуға Алла нәсіп етсін. Қосылғандарыңды күтіп жүрміз, сендерді қатты сағындық. Сендердің орындарың бөлек жандарым. Бота жаным Шерханға қосыл. Екеуі өте әдемі жұпсындар. Ештеңеге қарамай қосылып бақытты болыңдар. Шын ниетімен жазып отырмын. Дейді оқырмандар, ал сіз қалай ойлайсыз? Өз пікіріңізді жаза кетіңіздер.